Çirik. Көктем келді, алақай, көктем. Ояныңдар аңқұстар, енді суық келмейді. Күн жылынды, көктем келді. Чик-чирик, оян, қоян. Көктем келді, далаға шығыңдар. Чирик. Көктем келді, чирик. Көктем келді, чирик. Сәлем, Қараторғай. Әнің тамаша екен. Я, бұл көктем әні. Ал сен кімсің? Мен сендей құсты бұл маңайдан көрмеген едім. Мен Наурызекпін. Мен де өзің сияқты көктем жаршысымын. Тоқта, қалай сонда? Көктем жаршысы мен бе десем, сен қалай ол абыройға ортақ бола қалдың? Наурызек, сенің мұныңды менен басқа ешкім естімесін. Ал енді бара ғой, басқа жаққа. Анау тау жаққа қарай ұша ғой. Жоқ, мен адамдар арасына барып, Наурыздың келгенін хабарлаймын. Олар мені асыға күтуде. Ой, шегім-ай, адамдар күтуде дейді. Адамдар сені қайтсын. Біле білсең, адамға қарлығаштан кейінгі ең жақын құс менмін. Я. Ал қарлығаштар әлі келген жоқ. Міне, көрмейсің бе, мұна үйді маған адамдар салып берді. Яғни құрметтейді. Ал саған осындай үй тұрғызып бере ме? Жоқ, әрине. О, Жапалақ апа, сіз неге таңдана қалдыңыз? Тіпті көзіңіз шарасына шығып кетейін деп қалыпты ғой. Мен не, өтірік айтып отырмын ба? Жоқ, Қараторғайжан, менің өзімнің көзім осындай ғой. Оның үстіне қазіргі заманда ештеңеге таңдануға болмайды. Баяғыда жас кезімізде... Жапалақ апа, сіз де жас болғансыз ба? Әлбетте, Қараторғайжан, жас болғанда қандай. Мен туылғанда көзім өте үлкен, әдемі болғандықтан есімімді бота көз деп қойған екен. О, Жапалақ апа, сіздің көзіңіз ботаның көзінен де үлкен емес пе? Иә, әрине үлкен ғой. Бірақ сондай етіп қойғанда енді рахмет. Содан үкі нағашыларым келіп, көз өтпесін деп үкі тағып кетіпті. Кейін алғаш рет мектепке барғанда ұстазымыздан Наурыз туралы естігені бар. Әлі есімде. Сауысқан ағай бәрімізге ана тілің арың бол, ұятың боп тұр детте. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Ал қанеки балалар, бүгін біз сабақта Наурыз мерекесі туралы айтамыз. Наурыз айының 22-сіне күн мен түн теңесіп, бүкіл табиғат, жер анамыз жаңа тіршілікке қадам жасайды. Яғни ұлыстың ұлы күні жаңа жыл келеді. Ал сен неге кірпідей жиырылып отырсың? Қаламым үйде қалып кетіпті. Міне, мұнда тұр ғой, жаза ғой. Абайлаңызшы, ағай. Міне солай. Бірақ Наурыз көже туралы естімеппін. Мұна Наурызекті де тыңдайықшы, не уәж айтар екен? Мен расында да адамдар күтеді. Наурыз айының 21-не ұлыстың ұлы күні үлкен мереке келе жатыр. Ол Наурыз мейрамы. Адамдар мені көрсе қуанып, мерекеге дайындықты бастап жібереді. Сенбесеңдер, жүріңдер, бәріміз бірге анау тұрған ауылға барайық. Бәріңде өз көздеріңмен көресіңдер. Жүр, кәне, сөзіңді ісіңмен дәлелде. Бірақ біз Жапалақ апа екеуміз сәл артта қалып ұшып жүреміз.
Әйтпесе, адамдар мені көріп қуанса, сен оны өз пайдаңа шешесің. Солай емес пе, Шапалақ апа? Иә, солай ғой. Бірақ мені қайтесіңдер? Өздерің ақ сол дауды шеше бермейсіңдер ме? Мен мына тірлігімді бітіріп алайын, сәске де болып қалыпты ғой. Алақай, Наурыз келді. Мен бірінші көрдім. Алақай, ата, Наурыз ет келді. Атау, Наурыз ет келді. Әне! Қане. Көрдім. Ал енді Наурыз мерекесін тойлай берсек те болар. Ауылдастардың бәріне хабар айт. Бара ғой. Алақай, Наурыз көжеші! Наурыз келді, Наурыз ет келді. Мана, көрдің ғой. Иә, расында да сенің абыройың адамдар арасында жоғары екен. Кел ендеше, дос болайық. Менің білместікпен айтқан сөздерімді кешір. Жарай, кештім. Әрі қашан жақсы хабардың жанашырлары болып жүрейік. Көктемені шарықтай берсін. Чик-чирик, чирик-чирик, чик-чирик. Наурыз құтты болсын, Наурыз құтты болсын. Чик-чирик, чирик-чирик, чик-чирик. Ата, Наурыз көже қалай дайындалады? Мен саған түсіндірейін, қызым. Наурыз көжені 7 түрлі ас өнімдерінен жасайды. Қазанға жүгері, бидай, арпа, ноқат, бұршақ сияқты дәнді дақылдармен бірге сүзбе, қыстан қалған сүрленген етті қосылады. Қысқасы өте дәмді. Наурыз тойы 6 бақан құрылып, қызыл, теңге алу, көкпар, бәйге сияқты түрлі ұлттық ойындарымызбен салт дәстүрімізге сай мерекелік думандармен қызықты өтеді. Алайын келіңдер. Наурыз көжеміз дайын бол. Қанекей келіңдер. Наурыз көже дайын бол. Апа, маған бірінші. Қанекей қазір. Маған толтырып қиыңызшы. Бәрекелді, мінекей. Ас болсын. Бәріңе де жетеді. Иә, Наурызек, Наурыз көже расында да керемет дәмді екен. Наурыз құтты болсын, ақ мол болсын, бәле жала жерге енсін. Ал сен ше, балақай, Наурыз көже ішіп көрдің бе?